Балалар, саламатсыңдар. Бүгін мен сіздерге қысқаша ақпарат берейін деп тұрмын. Крипс цикліне байланысты. Біз алдында өттік гликолиз және крипс циклі немесе үш карбон қышқылының циклі және электрон тасымалдаушы тізбегі. Бұл жерде аэробты тасымалдау крипс циклі бірінші кезең, екінші электрон тасымалдау деген екі тізбектен тұрады. Енді осы тақырыпқа тоқталмастан бұрын біз өткен сыныптардағы 9 сыныптағы оттекті оттексіз тыныс алуға байланысты кішкене мына ақпараттарды есімізге сақтау керек. Эукариоттар және көптеген прокариоттар артектің қышқылын синтездеуге қажетті энергияны глюкозаның ыдырауынан алады. Оны өздерің жақсы білесіңдер. Негізінен бұл әрекет үш сатыдан тұрады. Бірінші гликолиз, екінші лимон қышқылының циклі, үшінші электрон тасымалдау тізбегі деген мынау сызбада өздерің көріп отырсыздар. Енді бұдан қажетті заттар глюкоза мен оттек оң жақта төмен қарай көрсетілген, соңғы өнім сол жақта көрсетілген. Бұны бағдаршам арқылы өздеріңіз байқап отырсыңдар. Бағдаршаммен гликолиз, лимон қышқылының айналымы және электрон тасымалдау тізбегі бейнеленген. Гликолиз бен лимон қышқылының айналым кезінде АТФ түзіледі. Оны да жақсы білеміз. Сонымен қатар электрон тасымалдаудың тізбегі сутек өткізу арқылы АТФ синтезінің энергиясын қамтамасыз ететін H қоймасын толтыратындығын білесіздер. Балалар, енді біздің оқулықта берілген крипс циклі деп. Осы лимон қышқылының сызба нұсқасын берілген. Бұл жерде тек сызба нұсқа болғандықтан бізге кішкене түсініксіз болып тұрған шығар деп ойлаймын. Бұл неге крипс циклі? Бұны 1937 жылы Ханс Крипс деген ғалым ашуына байланысты сол ғалымның аты берілген. Осы жұмысы арқылы 1953 жылы алғаш рет Нобель сыйлығына ие болған. Енді бұны біз ары қарата қысқаша талдап көрейік. Реакцияның бастапқы кезеңінде ацетил-КоА қатысады. Екі көміртекті ацетил тобын 4 көміртекті қосылыс қымыздық сірке қышқылын беріп, 6 көміртек қосылыс лимон қышқылының пайда болады. Ферменттердің әсерінен осы лимон қышқылы 2 атом көмір қышқыл газ түрінде бөліп шығарса, қалған 4 көміртек атомы жаңа қымыздық сірке қышқылына айланып отырған балалар байқап отырсыздар. Енді осылай лимон қышқылының әр айналым реакциясын осы сызбада қысқаша көрсетілген. Егер осыны қорытындылай кететін болсақ, біз тыныс алу мүшелері арқылы көмір қышқыл газ өнімдерін бөліп шығарамыз. Ол өнімдер перват молекуласының реакцияға түскен кезде өздігінен көміртек атомның көмір қышқыл газ түрінде бөлінгеннен алынады. Екінші, сутегі атомдардың лимон қышқылының әрбір сатысында ыдырайды, олар электрондық акцепторларына береді. Акцептор деген сөзді білесіздер. Сол уақытта нат және пат түзіледі. Мұны көріп отырсыздар. Бұл қайтадан NADH2 менен және PADH2-ге айланады. Келесте лимон қышқылының әр айналымда АТФ қышқылының бір молекуласы түзіліп отырады. Егерде лимон қышқылының айналымын мысалы біз кезінде қорытындылай кететін болсақ, оттегін қажет етеді, аэробты кезеңі бұл айналым түрде жүретінін тотығы реакцияларының жиынтығы әр айналым нәтижесінде көмір қышқыл газ АТФ синтезделіп отырады. Глюкоза молекуласының 2 молекулын ыдырау кезінде іске асады бұл әрекет, нәтижесінде АТФ түзіледі. Бұл митохондрияда
жаргакчасында жүрүлөт. Міне митохондрийдин жаргакчасында электронду калай тасымалдайт суутегини, калай электрон суутегинин коймасы пайда болду, көрсөтүлүп отур. Сонун нәтижесинде әр айналым соңунда сонун бирге 3 атомнар, 1 атом фадий және 2 атом көмір кишкилкасы түзүлөт. Сондуктан 2 глюкоза молекуласын ыдырау нәтижесінде 6 наты, 2 падаш және 4 молекул суутеги, көмір кишкил газ, 2 атом фадий түзүлөт. Бул энди балалар, бул жерде бизге бергени кыскартылып көрсөткөн. Қазір мен сіздерге осы реакцияның қандай реакциялар арқылы жүрілгенін қысқаша көрсетіп кетейін. Міне балалар, бұл осындай сіздердің химия пәнінен білетін 8 реакцияның нәтижесінде Кребс циклі жүріледі. Әр реакция жүрілгенде фермент қажет, оны жақсы білесіңдер. Осы реакцияға мына 8 ферментінің нәтижесінде Кребс циклі толық айналым болып жүріледі. Балалар, мен жаңа жоғарыда менің айтып кеткен реакциялар осындай болып келеді. Оны химия пәнінен білесіздер деп ойлаймын. Бұл жерде жаңа осы 8 реакцияның нәтижесінде Кребс циклі толық жүріледі. Осы 8 реакцияны біз биологияда толық білудің, еске сақтаудың қажеті жоқ. Дегенмен Кребс циклі глюкозаның оттекті ыдырауы осы 8 реакцияның нәтижесінде жүрілетіндігін есіңізге сақтау керек. Сау болыңдар.